Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осылай үй жағдайында чипси дайындап көрсететін боламын. Ол үшін менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Ешқандай магазиннен сатып алудың қажеті жоқ, үйде бар заттардан дайындалады. Картошкаларымның барлығын ашып, тазалап, жуып алып, осылай жұп-жұқа қылып, үккіштің көмегінен өткізіп жатырмын. Барлығы біркелкі болып шығады екен. Сіздер де жасап көріңіздер. Міне жұп-жұқа болып шықты. Осылай жұқа болу керек. Бұл картошкаларымыздың барлығын суға 2-3 қайтара жақсылап жуып алатын боламын. Бетіндегі крахмалын бәрі кету керек. Шайып-шайып осылай жуамыз. Достар, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Картошкамды жуып алдым. Енді осылай таза салфеткаға жайып барлығын түсіртіп кептіріп алатын боламын. Достар, менің арнама өтіп, басқа да видеоларымызды қарап шықсаңыздар, мен өте қуанышты боламын. Ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Міне осылай барлық картошкамызды кептіріп алдым. Енді қызып тұрған майда 2 беті қып-қызыл болғанға дейін жақсылап қуырып алатын боламыз. Ешқандай нәрсенің қажеті жоқ. Қуырып болғаннан кейін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоса берсеңіздер болады. Мен кішкене тұз шашып жібердім. Себебі дәмдеуіштер қосқан кезде менің балаларыма ұнамайды. Сол себепті дәмдеуіш қосқан жоқпын. Кішкене тұз қосып жібердім. Соның өзінен керемет болып шықты. Балаларыма қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің арнамда тағы фридің жасалу жолы да бар. Оны да көрсеңіздер болады. Әлеуметтік желіде өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Осылай араластырып тұрып, сап-сары болғанға дейін қуырып аламыз. Бір жағынан қуырып жатырмын, екінші жағынан балдар алып жеп үлгеріп жатыр. Өте керемет болып шығады. Тез-тез жасап берсеңіздер, балдар қатты қуанатын болады. Көп уақытыңызды да алмайды, тез дайын болады. Магазиннен сатып алып жүргенше өздеріңіз жасап көріңіздер. Достар, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Алдағы уақытта да өте пайдалы, қолжетімді рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Сіздер мені қолдап, смайлик болсын жіберіп отырыңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Мына чипсиіміз дайын болды. Сіздер де жасап, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.